Сәлеметсіңдер ме білім алушылар? Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі мен әдебиеті пәні 8-ші сынып. Сабақтың тақырыбы рухани жаңғыру, тарих пен инновацияның сабақтастығы. Пән мұғалімі Оспанова Назира Тұрлыбекқызы. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын сендерге ұсынатын бейнебаяным бар. Мұқият қараңыздар. Міне балалар, рухани жаңғыру бұл тарих пен болашақтың алтын көпіріне айналып отыр. Олай болса сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтың оқу мақсатына назар аударыңдар. Мәтіндердің түрлерін, тілдік ерекшеліктерін салыстырып, талдау жасау. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері: қыш, керамика, түлек, выпускник. Келесі тапсырма, 25-ші бет, 4-ші тапсырма. Мәтінді мұқият тыңдаңыздар. 4-ші тапсырма, мәтін. Тіл тарихы үйірмесінің жетекшісі Зүбайра апай жазбаларды зерттеген ғалым. Біз үйірмеде түркі тілдері, шумер тілдері туралы қызықты мәліметтермен танысамыз. Апай, инновацияның басты мақсаты жаңаны табу, белгісізді тану, жоғалтқанды іздей білу. Осы жолда сендерге ақпараттық технологиялар қызмет етеді, дейді. Мен жақында ғаламтордан Олжас Сүлейменовтың «Қыш» кітаптың тарихы жайында жазған сөзін тауып алдым. Ақын, мен үшін поэма жылдан жылға поэзиялық та, тарихи да мән мағынамен толыға түсуде. Ой ниет ассириялық хроникаларда біздің эрамызға дейін 7-ші ғасырда болған нақты оқиға туралы хабарды оқығаннан кейін басталды, дейді. Мен ғалым болу үшін өз тіліңе деген шексіз махаббат керек екен деген ой түйдім. Көне жазбадан бір ғана сөзді көре алу керек. Жаңашылдық деген осы. Инновация талмай іздену арқылы өткенді жаңғырту, болашақты болжау екен. Ел президентінің рухани жаңғыру деген сөзінің мәнін енді түсіндім. Рухани жаңғыру тарих пен инновацияның алтын көпірі. Қыш кітап, ғажайып планетаның арасын байланыстыра алу да инновация. Ғылым мен білімдегі жаңашылдық әрбір түлек осыны түсінсін. Олай болса балалар, сендерге берілетін
оқулықтарыңдағы тапсырмаға назар аударыңдар. 25-ші бет, 4-ші тапсырма. Мәтіндегі қою қаріппен жазылған сөздерді орыс тіліне аударыңдар және сөздерге морфологиялық талдау жасаңдар. Мұқият болыңдар балалар. Келесі тапсырма. 26-шы бет, 5-ші тапсырма. Мәтіндегі тірек сөздерді анықтап жазыңдар. Тірек сөздерді қолданып бірнеше сұраулы сөйлем құрастырыңдар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.